шатастырып, там нетіп жатыр ғой. Ағай, жаңа сөйтіп несі жүрді бір қыз. Жоқ, негізі енді Телеграмда басқа адам жоқ, ал негізі WhatsAppта басқа адамдар бар. Жарайды. Сондай нәрсе. Жарайды, қазір онда экранымыз көрінсін. Так, доска сообщений. Қазір 1 минут. Ал енді құрметті оқушылар, көрініп отыр, Иә. Жақсы, қазір планшетімді қосайын. Ал енді дауыс сөндіреміз бе? Қалай? Иә, сөндіріп. Ағай, сөндіре салыңыз. Жақсы, енді бізде құрметті оқушылар алдын ала дайындалған слайд бар. Классрумда көрсетейін деп жатырмын. Жалпы бұл кезде қалай денелесіңдер? Қосымшаны қалай қолданамыз деген сияқты. Сондықтан бүгін барлығын осы классрумда көрсететін боламыз. Енді мына жақта бірінші жаңағы өздеріңіздердің адрестарыңызды жазасыздар толықтай. Gmail, Gmailдарыңызды жазасыздар өздеріңіздің аты жөндеріңізді. Жазып біттіңіздер, енді ары қарай бұл жерде енді тестті орындайсыздар. Енді бірінші сұрақ бізде кальций карбонаты, жалпы бізде кальций оксиді мен көміршіл газын ажырап жатыр. Осы реакцияның типтері дейді. Енді мына жақта біз бірден жаңағы минус Q дегенді көріп тұрмыз, Минус Q, яғни бұл бізде жылуды өзіне сіңіріп жатыр. Ал сіңіріп жатқан болса, ол бізде әрине эндотермиялық химиялық реакция болады. Енді реакция типі реагент, ол бізде кальций карбонаты біреу ғана, ал одан шыққан өнім бізде екеу. Кальций оксиді және көміршіл газ. Сондықтан бұл бізде оған қоса айырылу реакциясы, Айырылу реакциясы, енді бірақ мына жақта бізде жоқ екен. Айырылу реакциясы деген. Онда оны біз белгілемейміз енді. Және бұл өзінің бағытына байланысты, бұл әрине қайтымды, яғни кальций оксиді мен көміршіл газы бір-біріне не істей алады, тағы әрекеттесіп кальций карбонатын түзе алады деген сияқты. Сондықтан міне бұл жақта біз екі жауапты белгілейміз. Келесі экзотермиялық реакциялар дейді. Енді экзо деген сөз жылуды сыртқа бөлінеді, демек біз теңдіктің оң жағында плюс Q деген мәліметтерді белгілеуіміз керек. Онда бізде Б жауабы, жаңағы күкірт 4 валентті оксидінің ары қарай тотығу реакциясы, С жауабы көмірдің жануы және аммиактың түзілу реакциялары, бұлар бізде барлығы экзотермиялық. Себебі таңбалары көріп отырмыз, міне бізде плюс Q, жылу бөлініп жатыр. Енді келесі кесеміз бізде калий перманганаты және тұз қышқылы әрекеттесіп жатыр. Осында теңдеуіндегі реагенттер мен өнімнің коэффициент саны дейді. Коэффициент саны онда біз сіздермен бірге есептейік. Міне, бізде осындай реакция берілген. Енді жазайық, жалпы қандай реакция? Калий марганец O4 қосылған тұз қышқылы. Ал құрметті оқушылар, бізде қандай заттар түзіледі бұл жерде? Құрметті оқушылар, так, ренжімеңіздер. Жаңағы бірінші сұрақ қой, бірінші сұрақ барлықтарыңызды мазалап жатыр. Мына жақта мен гетерогенді деген нәрсені айтып ұмытып кеттім ғой. Көрінді. Гетерогенді деген нәрсе, яғни агрегаттық күйіне байланысты, көміршіл газ бізде газ, сондықтан ол гетерогенді. Енді мына жақта бізде енді қайтымдылығына байланысты бізде жалпы бұл реакция, құрметті оқушылар. Енді қайтымды да екеуі де дұрыс болады. Енді ол әрине реакцияның жағдайына байланысты, Неге? Жалпы дұрыс айтасыздар. Егер бұл жабық ыдыста болса, онда ол бізде қандай болады? Қайтымды болады, яғни кальций оксиді көміршіл газымен әрекеттесе алады. Ал енді егер бұл жабық ыдыста емес, кәдімгі ашық бөлмеде мысалға орындалатын болса, онда бұл бізде қайтымсыз реакция болады.
Неге? Себебі жаңағы көміршіл газымыз газ болғандықтан ол ұшып кетеді. Сол үшін. Ал былай негізі жаңағы екі жауапты да бұл жерде дұрыс деп қарастырсақ болады. Енді жақсы. Келесі. Жоқ, қосылу болмайды. Неге? Айырылу ғой. Бір реагент, екі өнім. Айырылу реакциясы болады. Бірақ ол жоқ, сондықтан оны белгілемейміз. Енді мына жақта бізде жалпы өнімдерді жазып өтейік. Бұл жерде бізде марганец хлориді, калий хлориді, хлор газының өзі және бізде су молекуласы бізде түзіледі екен. Енді бұл жалпы, калий манганаты, калий перманганаты, Енді теңестірген кезде жалпы біз бұл жерде енді бірнеше түрлі теңестіру әдістерін қолдана аламыз. Біріншісі ол жаңағы, егер осындай күрделі реакциялар болатын болса, онда оларды бізге ең дұрысы электрондық баланс арқылы теңестірсек дұрыс болады. Енді тотық дәрілердің көрсеңдер, калий бізде плюс, оттегі минус 2, марганец сонда бізде плюс 7. Сутегі плюс, хлор минус, марганецтің тотық дәресі плюс 2, хлордікі минус, калий плюс, хлор минус, хлор жай зат ретінде 0, сутегі плюс және оттегі минус 2. Енді біз әр жақтан кімнің тотық дәресі өзгерді, соларды біз теріп жазамыз. Яғни бірінші ол бізде марганец плюс 7-ден марганец плюс 2-ге дейін бізде тотық дәрежесі өзгерді. Міне көріп отырмыз. Марганец плюс 7 болды, плюс 2-ге дейін ауысты. Енді ол үшін не істеді ол? Электрондарды берді ма, жағылды қосып алды ма? Бұл бізде әрине естеді электрондарды өзіне қосып алды. 5 электронды өзіне естеді қосып алды. Сол кезде оның тотық дәрежесі бізде азайды. Келесі өзгерткен бізде элементтердің бірі ол бізде міне хлор. Хлор бізде минус 1-ден хлор нешеге дейін? Хлор 2 0-ге дейін өзгерткен болады. Енді атомдар санын теңестіреміз, минус 2 электрон. Міне бастапқыда бізде осылай теңеседі екен. Енді, бұл жақта енді процестерді әлі айтпай қояйық. Біз білеміз, плюс электрон мен минус электрон сандары бізде тең болу керек. Мына жақта 10 болады, Енді ортақ бөлікші. Сонда жоғарғысын 2-ге, төменгі жағын біз 5-ке көбейту керек екенбіз. Сонда электрондар саны не істейді бізде? Тең болады. Жазайық, содан кейінгісін. 2 марганец плюс 7 плюс 10 электрон және 2 марганец плюс 2. Келесі, 5-ті апарып 2-ге көйтеміз. 10 хлор минус, минус 10 электрон және 5 хлор 2. Болды, енді қосамыз, мына жақта электрондар қысқарып кетеді. Сонда 2 марганец плюс 7 плюс 10 хлор минус, арғар 2 марганец плюс 2 плюс 5 хлор 2, тотық дәрежесі 0. Енді бұлардың коэффициенттерін біз қойып шайық. Марганец плюс 7-ің алдына бізге 2 қой дейді. 2-ні апарып қоямыз. Хлор минустың алдына 10 қой дейді. Хлор минус бізде тұз қышқылының құрамында 10-ды қоямыз. Марганецтің алдына 2-ні қоямыз. Және хлордың алдына мына жақта біз 2-ні, 5-ті қояды екенбіз, міне 5 хлор 2. Енді осылай теңесті. Ары қарай бірақ бұл реакция әлі толықтай теңескен жоқ. Мына жақта калийдің алдына біз тағы 2-ні қоюымыз керек. Өзіміз. Енді барлық хлорды санап шығайық. Мына жақта 4-еу, 6-ау, 16. Онда хлор сутектің алдына біз 16 деген коэффициентті қоямыз. 16. Енді ары қарай судың алдына біз 8-ді қоямыз. Сонда реагент жақта бізде коэффициенттер саны 2-ге 16-ны қосамыз. Біріншісінде 18, ал өнім жақта 9-ға 8, 17. Сонда 18-де 17 біз А жауабын дұрыс деп белгілейді екенбіз бұл жерде. Тотықстануды өткен жоқпыз, бірақ бұл негізі жаңағы платформада бар дүние. Платформада бар. Енді Құдай қаласа бұны әлі толықтай зерттеп бір өтеміз. Жақсы, сонда бізде мына жақта 3-те 18 бен 17 болды. Келесі, 4-ші. Нәтижесінде бастапқы заттар толығымен реакция өнімдеріне айналатын реакция. Біз бұның анықтамасын кеше өткен болатынбыз. Бұл бізде толықтай айналса, бұл әрине қайтымсыз химиялық
реакция болып табылады. Келесі 5-ші бізде сұрағымыз катализдік реакциялар. Енді катализдік реакциялар бізде катализатор қатысатын химиялық реакциялар. Енді бұл жақта бізде Б жауабы катализдік реакцияға жатады. Бұл жерде бізде азоттың 2 валентті оксиді немесе ванадийдің 5 валентті оксиді катализатор болып табылады, В2O5. Ары қарай тағы да қай жерде бізде катализатор қолданылады, құрметті оқушылар? Қай реакция? Дұрыс. Мына жақта тағы да бізде Е жауабы катализдік реакцияға жатады. Қандай катализатор бұл жерде? Марганецтің 4 валентті оксиді, Және бізде G жауабында. Енді G жауабы не үшін бұл жақта қандай катализатор қолданады? С2H2 плюс 2 хлор 2 дейді. Енді органикалық химия ғой, бұл жерде де катализатор бар. Бұл жерде де бізде қандай катализатор болады? Жаңағы H-nu, H-nu болады. Жақсы. Келесі гомогенді жүйе. Гомогенді жүйе, енді бұл жақта бізде не туралы айтып жатыр жалпы? Гомогенді жүйе, яғни бізде енді қарап тұратын болсақ, барлығы, үшеуі де газ, немесе үшеуі де сұйық, немесе үшеуі де қатты зат болатын заттар. Енді бұл жерде әрине ол Б жауабы бізге келеді. СО иіс газы, оттегі газ, және одан түзілген көміршіл газы, ол да бізде газ. Яғни барлығы гомогенді жүйе. Келесі 7-ші химиялық реакцияға кіріскен заттардың массасы түзілген заттардың массасына тең дейді. Онда бұл жаңағы қандай заң? Бұл әрине Ломоносов ашқан зат массасын сақталу заңы. Келесі А плюс Б тең С плюс Д бізде химиялық реакциясы берілген. Осы жерде енді екеуі әрекеттесіп 3 грамм Д заты түзген дейді, сонда С затының массасы. Онда бұл жерде біз әрине нені қолданамыз? Осы Ломоносовтың ашқан зат массасын сақталу заңын қолданамыз, бұл жерде. Яғни реакцияны қайтадан жазу дейік. А плюс Б тең С плюс Д. Енді А заты бізде 5 грамм, Б заты 6 грамм. Тең болады. 3 грамм Д заты түзілген дейді, 3 грамм Д заты, ал С затын біз білмейміз. Ол X-ке тең. 5-ке 6-ны қосамыз, 11 тең X плюс 3, сонда X тең болады 11 минус 3. 11 минус 3 бізде 8 граммның өзі шығады. Сонда бұл жақта белгілейтініміз біздің ол С варианты. С жауабын белгілейміз. Жақсы, келесі 9. Реакция схемасына тек күрделі заттардың алдындағы коэффициенттердің қосындысы дейді. Енді бұл реакцияны бізге қайтадан міндетті түрде теңестіру қажет. Бұл реакцияны теңестірейік. Енді реакциямыздың өзін жазайық бірінші. Аммиак, оттегі, азот және су. H2O. Енді бізде сутегілер бірден теңеспей тұр. Мынау судың алдына 3 қойық, аммиактың алдына 2-ні қойық. Енді былай қарасақ, енді оттегі теңеспей қалды. Мына жақта 3, мына жақта онда біз 1,5-ді қою керекпіз. Бірақ коэффициент саналған кезде бұның барлығын 2-ге көйітеміз. Сонда 4 аммиак, 3 оттегі, 2 азот және 6 молекула су. Енді бізге сұрап тұрғаны тек күрделі заттар дейді. Күрделі зат бізде аммиак және су. 4-ке 6-ны қосамыз, бізде жауап 10 болады екен. Жауап 10 болады. Енді бұйырса эфир сақталады. Сонда А жауабын белгілейміз. Келесі. Тотығу дәрежелері өзгермейтін реакциялардың нөмірін табыңыз дейді. Ал енді жалпы бұндай есепте біз әр қайсының енді тотығу дәрежелерін анықтауымыз керек. Әр элементтің тотығу дәрежесін жеке-жеке анықтап шығу қажет бұндай есептерде.
Енді бізде өзгермейтін деп жатыр. Енді біз білеміз жай заттардың тотығу дәрежелері үнемі 0 екен, е? Сонда бірінші реакцияда бізде тотығу дәрежелері өзгереді. Бірді біз алып тастаймыз. Бір бізге жарамайды. Сонда А жауабын алып тастаймыз және Е жауаптарын алып тастаймыз. Себебі оның құрамында бір бар. Келесі екінші реакция. Натрий плюс, оттегі минус 2, сутегі плюс, мыс плюс 2, күкірт плюс 6, оттегі минус 2. Натрий плюс, күкірт плюс 6, оттегі минус 2, мыс плюс 2, оттегі минус 2, сутегі 1. Енді бұл жақта екінші реакцияны міне қарайтын болсақ, бізде ешқайсының тотығу дәрежесі өзгерген жоқ. Демек, 2 деген жауап бізде дұрыс, е? Әзірше 2 деген дұрыс. Жақсы, келесі 3-ті қарайық. Енді 3-те де тура сол айырылу реакциясы ешқандай жай зат түзілген жоқ. Демек, барлығының тотығу дәрежесі не істейді? Бізде ешқандай өзгеріске ұшырамайды. 2-ден кейін онда бізде 3 деген жауап дұрыс болады екен. Сонда мына 4, 5, 6 деген алып тастаймыз, е? Бұл жауап. 2, 3, енді 1-ден 2, 3 болып, мына жақта 6-шы реакция тұр. 6-шы реакцияны тең көре салайық. Я, бұнда да барлығы дұрыс, е? Ешқайсының тотығу дәрежесі бізде өзгеріске ұшыраған жоқ. Сондықтан 2, 3 және 6 деген жауапты біз белгілейді екенбіз. 2, 3, 6. Жақсы. Сонда 2, 3, 6-ны белгілейміз міне. Келесі ары қарай реакция типін анықтаңыз дейді. Темір плюс хлор 2 тең феррум хлор 3. Енді бұл бізде біріншісі әрине қосылу реакциясы, е? Бірінші қосылу реакциясы. Темір мен хлор қосылып, темір хлоридін түзді. Екінші реакциямыз алюминий гидроксиді айырылып жатыр. Онда екіншісі бізде айырылу реакциясы. Бірінші қосылу, екіншісі айырылу деген жауаптарды белгілейміз. Жауабы. Жақсы, келесі. Алмасу реакциялары. Яғни қайсының орындары біз жақта алмасады. Соны бізге анықтауымыз керек. Енді бұл жақта әр реакцияның типін жазып шығайық, е? Біріншісі бізде орын басу. Темір кімнің орнын басып жатыр? Бізде сутегінің орнын басып жатыр. Екіншісі айырылу реакциясы. Мынау екінші айырылу реакциясы, құрметті оқушылар, не үшін қолданылады? Лабораторияда. Б жауабы. Не үшін қолданылады? Соны чатқа жазыңдар. Дұрыс. Оттек алуды, е? Лабораторияда оттегін алу үшін. Бәрекелді. Келесі. С реакциясы алюминий бізде сутегінің орнын не істеп жатыр? Қайтадан басып жатыр. Бұл орын басу реакциясы. Кальций карбонаты бізде ыдырап жатыр. Бұл айырылу. Натрий хлориді мен күкірт қышқылы бізде не істеп жатыр? Екі күрделі зат натрий мен сутектің орны алмасып жатыр. Бұл бізде алмасу реакциясы. F жауабы да тура сондай. Бұл да бізде алмасу. G жауабында мыс бізде сынаптың орнын басып жатыр. Бұл бізде орын басу. Және соңғы H жауабы бұл бізде әрине қосылу реакциялар. Сонда алмасуға жататын бізде бар жоғы 2 жауап бар. Ол E және F жауаптары. Алмасу реакциясының барлығы бізде күрделі болады екен. Реагенттерде, өнімдерде бізде күрделі заттар. E және F жауабын белгілейміз. Жақсы, келесі феррум S2 плюс O2 бізде SO2 мен феррум 2O3 түзілген дейді. Сонда өнімнің жаңағы алдындағы коэффициент дейді. Реагент пен өнімнің алдындағы коэффициент. Енді бұл жерде біз қайтадан теңестіреміз. Қазына жақта сіздерге тақтаны көрсетейік. Енді феррум S2 бізде қалай аталушы еді феррум S2? Феррум 2O3. Феррум S2 бізде пирит деп аталады, пирит деп аталады. Феррум S2 бізде пирит. Ал енді осы пириттің жану реакциясы, енді заттарды теңестіріп көрейік. Енді феррум S2 бізде бірден теңеспей жатыр. Алдына 2-ні қойып көрейік. Онда SO2-ның алдына 4 қоямыз, Ары қарай темірлер жарайды теңесіп тұр. Енді оттек теңестірейік. Сол жақта бізде 8, мына жақта 3, жалпы 11 оттек. Онда 11 оттек болатын болса, біз мына жаққа 5,5 дегенді қоюымызға мәжбүрміз. Енді барлығын сонда 2-ге көйтеміз. Сонда 4 феррум S2, 4 пирит
қосылған 11 оттегі 8 SO2 болып кетеді және 2 темірдің 3 валентті оксиді. Осындай коэффициенттер шығады. Осындай коэффициенттер шықты. Енді онда реагентіміздің алдарында бізде 15 деген коэффициент бар, ал өнімнің алдында бізде 10 деген коэффициент бар. Сонда біз D жауабын бұл жақта белгілейді екенбіз. D жауабын белгілейміз, Жақсы. Онда келесі реакциямызға көшейік. Келесі. Келесі 14-ші сұрақ бізде қайтымсыз реакциялар дейді. Қайтымсыз деген бізде тек қана бір бағытта жүретін химиялық реакция, Тек қана бір бағытта жүреді. Енді біз NO мен оттегінің жану реакциясы бұл бізде қандай реакция болады? Енді газдар көбінесе бізде қайтымды реакцияларға ұшырайды. Қайтымсыз реакцияның белгілері бар. Біз алдыңғы сабақта айтқан боламыз. Тұнба, газ немесе жаңағы су бөліну керек деді. Онда мынау Б жауабын қарастырайық. Бізде натрий хлориді және мыстың 2 валентті гидроксиді бізде көгілдір түсті тұнбаға түседі. Бұл бізде сонда қайтымсыз химиялық реакцияға жатады. Келесі Д. Жай заттардың жану реакциялары, әсіресе металдардың жану реакциялары. Бұл жерде бізде магний оксиді түзіледі. Бұл да бізде қандай қайтымсыз реакцияға жатады екен. Және ары қарай, енді мына жақта көбісі газ болып кетті. Мына жақта G жауабы мүлдем бізде реакцияға түспейді. Мына жақта SO3 түзіледі. Бұл бізде қайтымды реакция болып кетеді. Су түзіледі. Су түзілетін реакция бұл да қайтымды болып кетеді. Суды ыдыратсақ болады бізде сутегі мен оттегіге. Және мына жақта магний хлориді мен судың түзілу реакциясы, яғни F жауаптары бізде дұрыс болады. Сонда Б, Д және F жауаптарын белгілейміз де келесі сұраққа өтеміз. Так, Дана бұл сұрақты қазір эфирден кейін көреміз. Эфирден кейін айтам. Енді келесі сұрақ ол бізде 15-ші газ түзіле жүретін химиялық реакция дейді. Газ түзіле жүретін. Енді барлығын онда қарап көрейік. Енді бірінші А жауабында бізде не түзіледі? Калийдің хлориді түзіледі және барий сульфаты. Енді барий сульфаты бізде білетініміз тұнба. Сондықтан бұнда газ жоқ. Газ жоқ, тек қана тұнба. Келесі магнийдің нитраты және H2O бөлінеді. Бұнда да ешқандай бізде жаңағы газ жоқ. Келесі реакцияда мыс гидроксиді бізде не істейді? Тұнбаға түседі. Және калий сульфаты. Бұнда да бізде қайтадан газ жоқ. Мынау реакция енді бізде жүрмейді. Азот қышқылынан. Келесі литий карбонаты және HNO3 дейді. Енді мына жақта алмасу реакциясы жүреді. Литий NO3 және H2CO3, көмір қышқылы түзіледі. Бірақ ол әлсіз. Ол су мен көмір қышқыл газына дейін не істеп кетеді? Ыдырап кетеді. Сонда Е жауабында бізде газ түзіледі. Келесі F жауабында бізде алмасу реакциясы барий карбонаты тұнба және 2 литий хлориді. Бұнда да газ жоқ. Келесі реакция сода мен күкірт қышқылы натрийдің сульфаты түзіледі бұл жерде және көмір қышқылы қайтадан бізде не істейді? Әлсіз болғандықтан су мен көмір қышқыл газына дейін ыдырайды. Және соңғы реакция бұнда тұнба мен су ғана түзіледі екен бізде. Сонда газ түзіле жүретін химиялық реакциялар бұл жерде Е және G болады екен. Жақсы. Онда келесі сұрағымызға көшейік. Келесі сұрағымыз бізде алюминий мен SO3 бізде әрекеттесіп жатыр. Қойылатын барлық коэффициенттердің қосындысы дейді. Енді
мына жақта қарайық, жалпы енді оксидтер тақырыбын көрсеңдер, алюминий оксидін біз білеміз, ол екі дайлы оксид мен қышқылдық оксид әрекеттесе бізде тұз түзіледі, алюминий сульфаты, алюминий 2 SO4 бізде 3 еселенген, деген формула бізде түзіледі. Енді SO3-тің алдына 3 жетіспейді, болды, қалғандар теңесті. Сонда барлық коэффициенттер реагент жақта бізде 4, және өнім жақта 1. Жалпы 4-ке 1-ді қосамыз, бізде 5 коэффициент бар екен. Ж жауабын белгілейміз. Так, экран қайттан көрмей қалды, кешірім. Келесі есеп бізде күкірттің диспропорциялану реакциясы дейді. Ал енді құрметті оқушылар, диспропорциялану дегеніміз қандай еді? Қандай жағдайда біз оны диспропорциялану дейміз? Және неліктен ол диспропорциялану деп аталады? Мысалға енді бірінші жағдайдағы химиялық реакцияны қарастырып көрейік. Бізде күкіртпен жаңағы калийдің гидроксиді әрекеттесіп жатыр, Қандай өнім түседі бізде? Күкірт және калий гидроксиді. Жақсы, дұрыс айтасыңдар. Бұның бәрі платформада тұр негізі. Бұл сабақтар, Енді күкіртке калий гидроксидін қосайық. Бізде қандай өнімдер түсіледі? Бізде бірінші калийдің тұзы түсіледі, калий сульфиді. Одан кейін калийдің сульфиті деген түсіледі. Калий 2 SO3, және бізде сутегі мен оттегі бар, олардан бізде су молекуласы түсіледі. Енді реакцияны теңестірмей қояйық, бізде ең маңызды тотығу дәрежесі болып тұр. Күкірт қараңдар 0, тотығу дәрежесі 0-ды көрсетіп тұр. Ал реакциядан кейін күкірттің тотығу дәрежесі қандай болып тұр? -2 және +4 болып тұр. Сонда қарайтын болсақ, күкірт бізде бастапқыда 0 болды, ол 2 түрлі тотығу дәрежесіне өзгерді, міне +4-ке өзгерді және -2-ге өзгерді. Енді осындай жалпы тотығу-тотықсыздану реакциясы бізде қалай айтылушы еді? Бізде диспропорциялану деп аталады, диспропорциялану. Яғни бір тотығу дәрежесі міне 0 болды, 2 түрлі тотығу дәрежесіне өзгерсе, онда диспропорциялану деп аталады. Сонда бұл жерде енді А жауабын белгілейміз. Жақсы, онда келесі 18-ші сұрағымыз. 18-ші сұрағымыз бізде тотығу-тотықсыздану реакциясы деп тұр, Енді қандай реакция бұл жерде тотығу-тотықсыздану? Әрине, тотығу дәрежесі өзгеретін химиялық реакциялар. Енді көбінесе тотығу-тотықсыздану реакцияларына бізде не түсіледі? Бізде жай зат түсіледі, Себебі жай заттың тотығу дәрежесі біз білеміз үнемі 0-ге тең. Онда бірден мынау жауабына қараймыз. Оттегіміз бізде 1-ден 0 болып тұр, ал реакцияға дейін ол -2 болған еді. Және хлор бізде +5 болды, реакциядан кейін ол -1-ге дейін ауысты. Сонда бізде 18-де жауабы бізде дұрыс болады екен. Келесі 19-ші сұраққа көшейік. 19-ші сұрақ. Төмендегі реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы дейді. Барлық коэффициенттердің қосындысы. Енді бұл жерде қайтадан біз химиялық реакцияны теңестіреміз. Күміс күкірт қышқылымен әрекеттесіп жатыр, H2SO4. Нәтижесінде күміс сульфаты түзіліпті, күкіртті газ және H2O. Енді күміс бізде теңеспей тұр.
күмістің алдына 2 қойық, бірақ бізде күкірт саны теңеспей қалды. Сондықтан ажиотекстрдің алдына 2 қойық, судың алдына 2 және күмістің алдына қайтадан 2-ні қоямыз. Теңесті ғой бәрі. Енді бәрі теңесті. Сонда реагент жақта бізде 4 деген коэффициент шығады, өнім жақта бізде қайтадан 4 деген. Сонда 4-ке 4-ті қоссақ бізде 8 деген коэффициент шығады екен. Барлық коэффициенттердің қосындысы. Жақсы, және соңғы 20-ші сұрақ. Алмасу реакцияларында газдың түзілуі дейді. Газдың түзілуі бұл ненің белгісі? Газ түзіліп, ол ұшып кетсе, реакция қандай болады? Реакция бізде қайтымсыз болады, қайтымсыздықтың белгісі дейміз сонда. Міне енді осымен бүгінгі талдау аяқталып, 20 сұрақ бүгін талқылап шықтық. 5-ші тақырып бойынша, Одан кейін мына жақта міне отправить деген батырманы басасыздар. Міне ответ записан деп шығады. Осылай шықса, онда барлығы дұрыс деген сөз, сендердің жауаптарың қабылданды деген сөз. Одан кейін өз балдарыңды міне көрсеңдер болады, посмотреть баллы деген сияқты. Міне мысалы мына жақта біз қайтымсыз дегенді міне дұрыс берген жоқпыз. Міне айттық қой, ол жағдайға байланысты қайтымсыз да болуы мүмкін, қайтымды да болуы мүмкін деп, Міне бұл жағдайда енді қайтымды болып тұр. Негізі бұны қайтымды деп белгілеңдер. Себебі жаңағы неге? Кальций оксиді мен көміршіл газы бізде екеуі не істейді? Әрекеттесе алады. Нәтижесінде кальций карбонат түзіледі, Сондықтан бұны енді қайтымды деп жазасыздар келесі жолы. Міне осылай өздерінің балдарын шығады. 27-тен 25 бал алдыңдар деп, мысалы. Қай жауап дұрыс, қай жауап қате, соның барлығын міне көре аласыңдар. Егер осылай барлығы шығатын болса, онда бәрі дұрыс деген сөз. Ал құрметті оқушылар, жалпы қандай сұрақтарың бар бүгінгі талдау бойынша? Енді тотығу-тотықсыздану реакцияларын біз кейінірек өтеміз. Бұның барлығын атом құрылысынан кейін өтетін шығармыз. Ертең таңертең сабақ болмайды, себебі менде өзім сабақтарым бар. Мен сіздерге запись жібере аламын негізі. Запись жасап жібере аламын. Солай ыңғайлы бола ма өздеріңе? Жоқ әлде прямой эфирде өтейік пе? Бірақ басқа уақытта болады. Прямой эфир болса, онда уақыт өзгереді. Таңғы 7-де болмайды.